Сәлем достар, бүгін сіздермен Facebook парақшасы арқылы қалай компьютерде таргет рекламасын жіберуге болатынын айтатын боламын. Каналға жазылып қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта сіздерге өте керемет пайдалы ақпараттар болады. Көпшіліктің сұрауы бойынша мен таргет рекламасын қалай жіберуді телефон арқылы да сіздерге сосын компьютер арқылы да қалай жіберуге болатынын түсіндіріп айтамын. Жалпы біз өзімізге қажетті парақшаны ашып аламыз. Өзіңіздің аты жөніңізбен парақшаны ашып, ол парақшаны бір аптаға дейін активностын жоғары ұстап отырамыз. Жаңағыдай инстаграмдағыдай сіз сторис арқылы өзіңіздің керекті публикацияларыңызды шығарсаңыз да болады. Біреуге лайк, комментарий жазыңыз, достарыңызды қабылдаңыз, біреуге запрос жіберіңіз достар қабылдатуға. Солай өзіміздің бір аптаға дейін активностымызды жоғары ұстап отырамыз. Одан кейін бізде бір апта активность жоғары болғаннан кейін біз мынау сол жағымызда Ads Manager деп тұр, соны басып кіреміз. Страницамыз ашылып жатыр. Мына жерде осы страница бойынша біз массажға арналған вебинарлар, курстар, жаңағыдай рекламаға жіберген болатынбыз. Мынау қазір бізде барлығы завершен, яғни жаңағыдай өзінің уақыты бітіп тоқтаған рекламалар. Енді біз жаңадан реклама шығару үшін создать батырмасын басамыз. Мына қарасаңыздар, жалпы компанияның цельдерін сұрайды сіздерден. Жалпы сіз қандай мақсатта өзіңіздің жарнамаңызды шығару керексіз? Ең бірінші узнаваемость бренд деп тұр, бренді деп тұр. Яғни сіз өз брендіңізді қалыптастырдыңыз. Енді соны басқа адамдарға таныту мақсатында сіз осыны таңдасаңыз да болады. Болмаса өзіңіздің парақшаңызды охватты көбейту үшін охватты қоссаңыз болады. Одан кейін қызығушылықты арттырғыңыз келуі мүмкін, жаңа приложениялар болуы мүмкін, сіздің неңізге байланысты. Одан кейін видеоңыздың просмотрын жақсы қыласыз ба, болмаса сізге сообщение жазғанын қалайсыз ба, конверсияңызды өсіргеніңіз қалайсыз ба, болмаса каталог бойынша өзіңіздің қандай да бір затыңыз бар, соны сатуды қалайсыз ба, болмаса тек қана парақшаңызға келіп, сіздің парақшаңызды көруін қалайсыз ба. Және бұл жерде генерация лидов және трафик деген каналдар бар. Бұл да екеуде осы рекламаның шығуына жақсы көмектесетін бір қолданып жүрген тарифтердің бір түрі. Бұл жерде біз трафик деген каналды таңдаймыз. Трафик деген каналды таңдап, продолжить басамыз. Бізде парақша ашылды. Мына жерде название компания деп тұр. Осы жерге өзіңіз рекламаны көптеп шығаратын болсаңыз, яғни сіз шатасып қалмас үшін мына жерге массаж, вебинар деп қоюға болады. Қойдық. Енді сіз бұл жерде жаңағы компанияның бюджетін белгілеу керексіз. Мына жерде галочканы басамыз, сол кезде көкке айналады. Енді сіз бұл жерде дневной бюджет деген бар, сосын бюджет на вес 40 действия деген бар. Егер де сіз тек қана өзіңіздің белгіленген күндеріңізге қана бюджетті алсын десеңіз, дневной бюджетті қойыңыз. Ал егер де сіз рекламаңызды тоқтаусыз бір айға дейін салып қоятын болсаңыз, онда на вес 40 действия дегенді басасыз. Біз тек қана өзіміздің определенный уақытымызға қоямыз, сондықтан дневной таңдаймыз. Содан кейін мына жерде жаңағы доллар бойынша, $1 бізде қазір 465-68 теңгенің жобасында біз 500 теңге деп примерно аламыз. Яғни сіз жаңағыдай өзіңізге пробный тест ретінде $2 бастасаңыз болады. Яғни $2 сізде күніне 1000 теңгеден алып отырады. Одан кейін далее басамыз. Енді сіз мысалы өз келесі жарнамаңызда сіз қай негізге көрсеткіңіз келеді. Мысалы сайт, приложение, болмаса сізге сообщение жазғанын қалайсыз ба, болмаса WhatsApp-қа келгенін қалайсыз ба. Бұл жерде сайт дегенді таңдаймыз. Одан кейін барып жаңағыдай мына жерде сізге
телевой аудиторияңыздың қай жарнама бойынша қай несін таңдағанын көрсетіп тұр. Бұл жерде сіздің сілтемеңіз бойынша клик, сілтемеңізге өту арқылы WhatsApp-қа болмаса Telegram-ға өтуін белгілеп қоямыз. Яғни бұл жерде клик по ссылка деп тұрады. И содан кейін астына қарай түсеміз. Сосын барып жаңа бюджетін таңдадық, $2 деп. Енді біз графигін таңдау керекпіз. Мысалы, бүгіннен басталса, дата запуска, сіз примерно уақытын бұл жерге жазып қоясыз. Мысалы, қазір сағат 2:50 болды. Сіз примерно 15:48 примерно қоя саламыз. Одан кейін бар установить дату окончания. Егер сіз весь срок действия болса, окончаниясын қоймайсыз. Бұл жерде сіз мысалы 11-нен басталды ма, примерно сіз бір күнге тестілеп көріңізге болады, болмаса 2 күнге тестілеп көріңізге болады. Мысалы, бір күнге тестілеп көретін болсаңыз, жаңағыдай сізде 24 сағат қана бұл реклама жүретін болады, болмаса сіз 13-нен істесеңіз, уже сізде 2 күн. 2 күнде сіз тоже уақытсын қоя аласыз. Одан кейін барып сізде жалпы аудитория. Сіз аудиторияны таңдамас бұрын, сіз өз жарнамаңызды қай қалаға жазасыз, жібересіз, соны мысалы жазып қойыңыз мүмкін. Мысалы, бізде онлайн марафон болғандықтан біз вес Қазақстанға жібереміз. Ал егер де сіз тек қана бір тауарыңызды өзіңіздің қалаңызда, өз қалаңызда ғана сататын болсаңыз, сіз мына жерге Қазақстан деп тұр, соны үстінен бүйтіп бассаңыз, жаңағыдай изменить ете аласыз, изменить етіп, сіз өзіңіздің қалаңызды жаңағындай қай қаланы таңдайсыз, сол жерге, мысалы, поиск деген жерге жаңа местоположение қойып таңдай бересіз. Одан кейін бізде возраст мысалы, оны тоже изменить етеміз. Бұл жерде бізге қажетті массаж саласына керекті, бұл мамашалар, мамалар болғандықтан біз 21 жастан бастап біз 45 жас аралығына дейін аналарды ала аламыз. Бізге 65 жас керек емес, өйткені 65 жаста біз тек қана әжелеріміз, көп әжелеріміз Instagram парақшада отырмайды. Олар уже немересі болғандықтан, олар көбіне өздері жасау мүмкін, сондықтан біз тек қана 45 жасқа дейінгі аралықта аналарымызды қоямыз. Енді осы жерде мына қарап отырсаңыздар, оң жағында жалпы аудиторияның размерін көрсетіп тұр. Бұл жерде 8.600.000, одан кейін жерде 10.100.000 адамға көрсете алады екен, вес Қазақстан бойынша. Одан кейін детальный таргетинг деген бар бізде. Осы детальный таргетингті тоже изменить етіп, бұл жерге сіз жалпы өзіңізге келетін аудиторияның интерестерін жаза аласыз. Мысалы, бізде массаж, біз массаж несін қоямыз. Мына жерде шығып тұр, сосын массаж, тайский массаж, сосын рекомендация деген бар. Жалпы спа-салон, массаж, красота, жаңағыдай онлайн покупка, одан кейін тағы да, мысалы, массаж, тағы қандай нәрселер бар. Мысалы, денеге арналған, кожаға арналған, лицоға арналған, жаңа қызығатын покупательдер бар, соларды қойсақ та болады. Тағы да бизнес түріне айналдырса да болады, ол оздоровление, жалпы адамның тәніне саулық беретін. Тағы да качество жизни қойсақ та болады, мысалы. Осылай өздеріңіздің жаңағыдай аудиторияларыңыздың қызығушылығын таңдай аласыз. Яғни ол жалпы сізге айтқан кезде аудиторияңызға керекті нәрсе. Одан кейін бізде все языки дейтін еш нәрсе қоймаймыз, и сохранить аудитория дегенді басамыз. Міне бір қарап тексеріп өтіріңіз. Жалпы местоположение Қазақстан, жас аралықшылығы, олардың осы сіздің массажға байланысты болмаса, басқа услугаға байланысты олардың қызығушылығы. Егер де өзгертетін болса, отмена қылып өзгертесіз, өзгертпейтін болсаңыз, сохранитті басасыз. Яғни сізде аудитория сохранено болып тұрады. Енді
сохранить етілсін. Содан кейін бір мына место размещения деп тұр, сізде место размещениеде автоматты түрде болса, егерде сіздің рекламаңыз Фейсбукқа да, мессенджерге де, басқа да каналдарға шығып кететін болады. Ал егерде выбрать местоположение вручную деген таңдасаңыз, сіз өзіңіз тек қана қажетті деп таныған жаңағындай ақылы алаңдарға шығарасыз. Мысалы, мессенджер керек емес, бұл да керек емес, Фейсбук та қажет емес. Біз сонда лентаға ғана шығаратын боламыз. Магазин керек емес, интересный тоже керек емес, и сторисқа да біз шығармаймыз, сондықтан бұны алып тастаймыз. Және рилсқа да біз керек емес, бұны алып тастаймыз. Яғни біз бұл жерде өзімізге керекті ғана жаңағы нені таңдап алдық. Бұнда тек қана инстаграмға ғана шығатын болады. Одан кейін далее батырмасын басамыз. Далее батырмасын бастық. Енді бұл жерде біз страница таңдауымыз керек. Яғни біздің страницамызға связанный болған жаңағы нені таңдаймыз. Инстаграм мен осы Фейсбуктың связанный аккаунтын таңдаймыз. Яғни біз таңдадық. Сіздер де алдын ала өздеріңіз телефон арқылы Инстаграмда ашқан кезде сразу Фейсбук парақшаны бір-біріне связанный байлап қоясыз. Одан кейін барып одно размещение или видео деп тұрады. Яғни сіз қай түрін таңдайсыз. Мысалы, кольцевой галереяны таңдасаңыз, сіз көп сурет таңдай аласыз. Бұнда одно размещение видео деп тек қана бір фото болмаса видео таңдаймыз. Енді добавить файл дегенді таңдаймыз. Добавить изображение болмаса видео. Екеуін біреуін қайсын саласыз, соған байланысты қоясыз. Добавить изображение деген қойдық. Енді бұл жерде біз алдын ала дайындап қойған баннерлеріміз бар. Сол баннерлерімізді саламыз. Мына баннерді таңдап көрейік. Бұл жерде біз енді біздің неміз оригинал бізде 1080-1080, біз бірде-бір квадратқа мысалы таңдауымыз керек, сондықтан применить етеміз. Одан кейін далее батырмасын басамыз. Готово. Бізде жаңағы жазатын салған суретіміз міне бұлай инстаграмда шығып тұрады. Инстаграм парақшамыз белгіленіп тұрады. Енді біз бұл жерде основной текст, яғни текстімізді қалай қолданамыз. Мысалы, жаңағындай біз өзіміздің алдын ала жазып қойған текстімізді осы жерге плюс батырмасын басу арқылы мына жерге алып келіп қоя аламыз. Енді біз сайтты таңдаймыз, өзіміздің жаңағы қай неге жібереміз, WhatsApp болса WhatsAppқа, сол WhatsApp'тың мына жерге сілтемесін аламыз. Яғни WhatsAppқа кіреміз. Төбесінде жазылып тұр whatsapp.com деп, мысалы. WhatsAppқа кіреміз, сол WhatsAppқа кіргеннен кейін барып, біз төбесінде жазылып тұрған сайттың сілтемесін алып, өз нөмірімізді қою арқылы бізге WhatsAppқа келетін болады адамдар. Бізде қазір страница ашылсын. Міне, ашылды. Енді HTTPS деп басталады. Осыны біз копировать етеміз да, қайтадан өзіміздің жаңағы немізге кіреміз. Facebook парақшамызға кіреміз. Сайт деген жерге өзіміздің сілтемемізді қоямыз. Парақша ашылсын. Сіздерге түсінікті болып жатыр ма? Егер де бұл осы компьютер арқылы жарнама жіберу түсінікті болса, сіздер өз комментарияға ойларыңызды жазып кетіңіздер. Мына жерде URL сайт деп тұрады. Осы URL сайтқа жаңағы немізді вставить етеміз. И сосын мына жерге өз номерімізді қоямыз. Міне өз нөмірімізді қойдық, сайтымыз дайын. Мына жерлерге еш нәрсе демейміз, еш нәрсе қылмаймыз. Мына жер призыв к действию дегенге, мысалы, без кнопки, связь с нами, скачать деп тұрады. Біз тек қана подробно батырмасын бас дегенді қоямыз. Мысалы, мына жерде біз текстімізде тіркелуге сілтемеге өт деп жаздық. Соны біз мына жерде қазір былай қарайтын болса,
міне мына жерде мен деп басталып тұр. И соңында міне қарасаңыздар баннеріміз мына жерде подробная батырмасын басуға арналған өзіміздің арнайы жаңағы неміз тұрады. Сілтемеміз тұрады, сол сілтемені басамыз. Мына жерде енді барлығын біттік. Біз енді жаңағыдай опубликовать дегенді басамыз. Енді біз пропустить етеміз. И бізге қазір ақша төлеу керек. Мысалы, біз бұл жерде арнайы өзіміздің жаңағы немізді жазып қойғанбыз. Қазір бізде міне ақшаны қалай төлеу керектігін сіздер мысалы бірінші рет реклама жіберіп тұрған кезде сіздерге міндетті түрде бұл рекламаның несі шығатын болады, алдын ала шығатын болады. Жаңағыдай өзіңіздің карточкаңызды енгізу керексіз, мастер картыңызды енгізсеңіз, сізде алдағы уақытта жаңағы өз қандай бір реклама жіберсеңіз де сізден автоматты түрде ол жаңағы менікі сияқты бірдеңе шығатын болады. Қазір бізде обработкада тұр. Егер де бізгі барлығы дұрыс болса, баннеріміз өтімді болып тұрса, сөзіміздің барлығы жаңағындай Facebooktың талаптарына сай келсе, мына жерде уже действующий болып, жасыл болып жанып тұрады. Сіздерге бұл ақпарат өте пайдалы болды деген ойдамын. Өздеріңіздің жарнамаларыңызды осылай шығарып көрулеріңізге болады.